Қысқасы, бұл әкемнің соңғы мүмкіндігі. Енді осы операцияны жасамаса, өмірдің соңына дейін коляскада отырады. Ақшаны да қайдан табарымды білмеймін уж, басым қатып кетті. Сенің әкең жақсы спортсмен. Оның жарыстарында қарап тұратын. Тағдырдың бұлай болғаны енді өкінішті ақ. Бірақ саған қарасам жақсы жігіт сияқтысың. Бірақ адамның өмірі қымбатырақ. Аз емес әрине. Мен бұл ақшаны тез арада қайтарып бере алмаймын сізге. Жұмыс жасап қайтарарсың. Жұмысқа кіргеніме 2 апта болды. Осылай ақшаны бере саласыз ба? Алып қашып кетеді деп ойламайсыз ба? Мен қарапайым базардың бастығы болсам да, бірақ таныстарым көп. Намысыңда бар сияқты ғой. Берген ақшаны қабылдай білсеш, бауырым. Маған ойлану керек ал. Рахмет. Ойлан. Жақсылап ойлан. Алло. Дәрігер. Қайырлы күн. Бірақ біз ота жайында... Алло? Я. Бізге бір орын қалдырыңыздар. Біз келеміз. Ұлым ақша табам деді. Я. Біз Алматыда қай кезде болуымыз керек? Рахмет. Әрине. Я, сау болыңыздар. Ой, сен де қай-қайдағын айтып. Омар сонша ақшаны қайдан тапсын? Ол өзі жаңадан Алматыға барды. Оған орналасу керек әлі. Ал біз болсақ оған кедергі жасап келеміз. Оның өмірі спорт, күрес. Оның үстіне мен әлгі дәрігерлерге сенбеймін. Неше рет уәде берді. Мынадан тойдым олардың өтіріктеріне. Ал сен оларға сенбе? Ұлыңа сен. Өзіңе тартқан ғой. Ол алдына мақсат қойса, соған жетпей қоймайды. Жарайды, енді ашуланбаш. Бар, жарайды, қолын жуып кел. Екеуміз отырып шай ішеміз, жарай ма? Алло, балам? Я, мама. Операцияның күнін белгіледіңіздер ма? Я. Болды. Уайымдамаңыз, ақшаны таптым дедім ғой. Я, бар ақша. Арай, машинасын көрсең ғой, я? Айтпақшы, Омармен аралары не болды? Бәрі бітті. Айырылысып кеттік. Осы Нұржанның мамандығы қандай? Арай, Нұржанның мамандығы не қыласың? Ең бастысы жағдайы бар ғой, Омарға қарағанда. Бүгін қайда шақырды? Лаунж барға. Айтпақшы, сен оның достары жайында сұрайым деп едің ғой? Ұмытып кет. Өзің бай жігітті болып, бізді ұмытып кетпеші әйтеуір. Мүмкін сен бізбен барарсың? Бір түрлі емес па? Иә. Давай бітеміз. Лаунж барда бір-бірімізді байқаусызда көріп қаламыз. Сосын мен сені біздің стөлімізге шақырам. Давай, барайық. Онда дайындал, подруга. Мен дайынмын. Болды?
Осындай кесті ғой әлі. Аға, сіздің ұсынысыңыз күшінде ме әлі? Мен ойландым да, ақшаны алатын болдым. Басың бар жігіт екенсің. Отыршы. Олжас, саған мұндай кино көру әлі ерте? Мам, сізден бір нәрсе сұрасам бола ма? Сұра. Неге осы адамдар бір-бірін жақсы көріп жүреді де, бірақ сосын ажырасып кетеді? Не? Не айтып отырсың? Надира... Құдайым-ай, Надира дейді ғой. Надира мен Омар ол күніне 100 рет ажырасып, 100 рет татуласады. Татуласпайды. Мен оны басқа жігітпен көрдім. Керек болса суретке түсіріп, ағама да жібердім. Неге олай істедің? Адамдардың жеке өміріне араласуға болмайды. Болады. Ағамның қандай екенін білу керек. Қуаныштымын. Арай, бізге позысына қарсы болмайсың ба? Жоқ, отырыңыздар. Бізде кофе қалды ма? Опа! Сен ақшаларды қайдан алып жүрсің? Или банкта ұнады ма, банк? Не қыласың оны? Әкемнің операциясына тапқан ақша бұл. Қойшы, не болып қалды? Мадияр, сен ертең ағайға айтшы, мен тренировкаға бара алмаймын. Ата-анамды тосып алу керек. Өздері келе алмай ма? Мамам жалғыз. Әкем инвалидный коляскада отырады. Көтере алмайды бұл. Мен сенің жағдайың енді түсіндім. Сен қыз больше заслуживая. Рахмет. Мына клубтан бірінші рет көріп тұрмын ғой. Иә, мен мұндай жерде көп жүрмеймін. Көрініп тұр. Қалай клуб ұнай ма? Ау? Клуб ұнай ма деймін. Әрине. Қайда жұмыс жасайсың? Қонақ үйде. Дұрыс. Маған қонақ үйде жұмыс істейтін адамдар ұнайды. Кешке қандай план? Кешке қандай план дейді? Ешқандай. Тауға баруға қалай қарайсың? Қарсы емеспін. Маған ұнай бастадың. Сен үшін. Таныстық үшін. Маған неге кету керек еді? Окей. Такси шақырайын. Ақшасын өзім төлеймін. В смысле? Үйге дейін жеткізіп тастамайсың ба не? Тағы біраз отырайық та. Жаңа ғана келдік қой. Енді сен қызықсың мұндай уақытта. Клубтан кім қайтады? Қызықтың енді басталды. Солай ғой? Иә. Клубта отыра тұрмадың ба кішкене? Шамалы. Приятно провести вам вечер. Өтіп кетейін.
Мен сені қанша уақыт күткенімді білсем. Өшірші ана. Өшірші. Балам сабақ біткеннен кейін тура үйге қайт, түсіндің ба? Тамақ тоңазытқышта. Телевизорды сөндіруді ұмытпа, газды қосып ұмытып кетпе, түсіндің ба? Егер бірдеңе керек болса, көршілерден сұрарсың. Кел ғой. Мам, мен кішкентай бала емеспін. Жарайды енді. Келгенде гүлдерге су құюды ұмытпа. Иә, кет қазір міне қазір. Байқа, абайлап жүр, түсіндің ба? Иә. Мама. Омар, біз жақындап қалдық. Автобусқа келе бер. Бол, қазір барам. Жақсы. Анау қайда жүр? Әке шешесін күтіп алып кетті. Әкесіне операция жасатпақшы. Соған біраз ақша тауып. Оның қайдан тапқанын білесің бе? Ана жақта ақшаға жекпе-жек өткізіп жүр. Ал оны сәбит білсе бірден шығарып жібереді. Оныш, сен неге солай білмей жатып сөйлей бересің? Ол базарда тачки деп жүр. Соны айтуға бізге кішкене намыстанған. Тачкінің ақшасы соған жетіп қапқан не? Жарайды. Жігіттер, айтпақшы Омар тренерге жоқтығымды білдірмеңдерші деп өтініш жасаған. Соған не істесек болады? Саған айтты ма? Өзің ойлайсың. Ол сізді Сәбиттің ескертулері бізге былай жетеді. Жарайды, жігіттер. Тренировкадан қалып барамыз. Тез. Жүрейік, кешігеміз. Кеттік, Мадияр. Кеттік. Ада такси жалдап қойғам, жүріңіз. Кеңіз әкеп. Абайлап. Болды, тоқтатасың. Әләс, бізге ақша қосу керек қой. Ала берші. Рахмет. Балам-ау, мынауың тым көп қой. Біз автобуспен ақ кете беретін едік қой. Әке, қойыңызшы. Автобуспен жүреміз ба, ыңғайсыз. Ақша бар, уайымдамаңызшы. Қалаға келіп, жігіт болып қапты. Болды ма? Болды, мама, сіз отыра беріңіз ар жағынан. Так, бүгін кім жоқ? Асқаров қайда? Аға, Омардың отбасында бір проблемалар шығып қалып еді. Келсін осында мен оған көрсетемін проблеманы. Бұл бәріне қатысты. Біздің арамызда ештеңе болған жоқ. Және мен жынды емеспін ғой, ең жақын құрбымның жігітімен жүріп кететіндей. Арай, я же не слепая. Нұржанға қалай қараған көрдің ғой? Қалай қарадың? Ол өзі келіп маған жабысты. Мен күткеннен әлдеқайда жақсы. Үміт бар. Бірақ мен сіздерге операцияның алдында
оңалту курсын өтуге кеңес беремін. Оны бөліп алады. Қалай болғанда да қаншама ақша. Бұдан бұлай да талай врачтар аяғыңа тұрып кетесің деп кепілдік берген. Біріншіден, мен сізге ештеңеге кепілдік бере алмаймын. Әрине, қолдан келгеннің бәрін жасаймыз. Егер сіз ойланатын болсаңыз... Жоқ, біз келісеміз. Ақша өзіңмен бірге. Қай жерге төлеу керек? Есеп бөлімі бізде төменде, екінші қабатта. Мұнда направление жазып беріңіз. Жарайды әке, мен барып төлеп келейін. Не болды? Врач не деді? Үміт бар дейді. Үлкен үміт бар. Сіз отыра тұрыңыз. Мен ақшаны төлеп келейін. Бай, осынша ақшаны қайдан алдың? Сен бір нәрсеге ұрынып қалған жоқсың ба? Ой, мам, уайымдай бермеңізші. Сәлеметсіз. Аванс ретінде алдым бұл ақшаны, қарызға. Кейін қайтарып беремін. Сені диагноз қылды ғой. Ой, қойыңыздаршы осы тек. Ертең, менімен бірдеңе болып қалса, сіз ақша туралы ойлайтын бе едіңіз? Әкеме бара беріңіз, мен кассаға барып берейін. Жақсы. Сонымен ата-анам Алматыға кетіп қалды ағама. Енді обедті де өзім жасап отырмын. Мә, күшті ғой. Мен де ата-анам сөйтіп бір жақ кетіп қалса ғой. Давай онда сенің үйіңде патти жасайық. Давай. Не істейміз? Пицца, чипсы заказ береміз. Короче, күлі көтереміз ғой. Мамадан сұрау керек. Ой, қорқақ. Мамасының баласы. Мамасының Дана. Ажар, не болды саған? Білмеймін, кешіріңізші, байқамай қалдым. Бәрі де ана сенің Омарың үшін ба? Оның маған не қатысы бар? Ажар, сенде бәрі дұрыс па өзі? Жаным ау, сіңілім ау, жарайды. Жылап ал. Қиналып жүрсің ғой, жылап ал. Ақырында спортсмен жігіт жүріп сені тастап кетті ме? Омардың еш қатысы жоқ бұл жерде. Бүгін көңіл-күйім болмай тұр. Шаршап қалған сияқтымын жұмыстан. Жарайды, былай болсыншы. Сен одан да бар да бөлмеге жатып демалып ал. Жарай ма? Иә. Бара қойсын. Қазір мен барлығын жинап аламын. Жаман емес. Тамаша. Жақсы екен. Бәрі бар. Міне. Жарайды онда. Сіздер ақырындап жайғаса беріңіздер. Мен жүре берейін, Қайда барасың? Тренировкың бар ма? Иә, тренировка. Кешке шығарып салам ғой сізді. Байқап жүр балам. Мен де әпкеме хабарласып, бір-екі күн осында қалайын. Сенің қасыңда болғаным жақсы. Үйге қайтса не істейсің? Екеуміз осында болғанда бірдеңе өзгереді ғой дейсің ба? Ана ол жаста жалғыз өзі қалды. Ол өз-ақ бәрін тындырады. Айтты емес пе, мен кішкентай емеспін деп. Жаным сол, сабағын дайындап отырған шығар. Қайдағы сабақ, ойнап жүрген шығар. Қойшы енді. Дер, осылай отыра береміз, шықсы кетті ғой. Не істейміз? Қысқасы, жігіттен менде бір ой бар. Ана жердің бәрін бітіру керек. Бір апта кететін шығар, Сен сияқты жігітке бір түні жетеді, давай кірісе бер. Бір түн дей ма? Айту оңай.
Я Мадияр. Алло, Омар, қайдасың? Мына жақта Сәбитов жынданып жатыр. Артымды жаба саштап қайда жүрсің өзің? Мадияр, рахмет саған. Мен трубканы ала алмадым. Естіген жоқпын. Больницада болғам ғой. Ертең Сәбитовпен өзім сөйлесем. Енді ол сенімен сөйлескісі келмейтін шығар. Енді сенің басың бәлеге қалды. Не кеттіңіз? Жақсылап демалыңыз. Әне сенің жігітің келді. Ол мен жігітім емес. Сен оған шықпайсың ба? Кешегі деген онымен де сөйлескім келмейді. Біреулер сияқты жігіттердің ойына асыла кетпеймін. Түсінбедім. Не деген келіп тұр? Ештеңе. А не болды? Ештеңе. Сенімен сөз таластырып қайтем. Жасамай қояйық. Қара, мына жақта шөп, ағаш, оның үстіне әкем өлтіреді. Уайымдама, барлық нормально болады. Мен бұдай 1000 рет жасағам. Осы жерде ақ жарылады, болып ештеңке болмайды. Точно ма? Точно. Қорқпаш, бәрі нормально болады. Нормально болады деп отыр ғой. Жақ давай. Газ. Қаш. Сені мұнда көрем деп ойлаған да жоқ. Осындай уақытта клубта жүруші еді. Әлде арайға келдің ба? Сен үшін кеп тұрған білесің ғой? Надира, давай лучше сөйлесейік. Сенімен сөйлесетінде ештеңе қалған жоқ. Сен кешегі үшін ренжіп жүрген сияқтысың. Мен саған ренжитіндей кімсің соншалықты маған? Мен? Әлде тоқта. Наивную дурочку, да, встретил? Хорошо. Сен қарапайым қыз емес екен, мен қазір ғана түсіндім. Отношение құртың емесе, жақсылап сөйлесейік. Оның үстіне сен білесің, менде сен сияқты қыздардың талайы бар екен. Солай ма? Біреулерге обалақ болыпты. Сен сонда кіммен жүрсем де бәрібір деген кеп тұр ма? Әлде басқа қыздарға теңеп тұрсың ба? Өзінше бола бермеш. Мен үшін кеп тұрған сен жақсы білесің. Давай лучше барып демалайық та. Солай ма? Жанчик, мен сенен ешқайда бармын. Мені жайма қалдыр. Мен сені түсінбедім что-то. Жұмыссың ба сен? Мен сен үшін қанша ақша артқанын білесің ба? Жайма қалдыр! Әлі өкінетін боласың.
Не болды? Шаршадым. Қайдан келесің? Жұмысқа кіргем ғой базарға. Тачки теріп жүрмін. Сен есің дұрыс па? Бұл біздің тренировкаға мешать ететінін білесің ғой? Или саған ақша маңызды ма? Ақша маңызды емес. Әкемнің денсаулығы. Басқаны ойлайтын жағдай жоқ қазір. Жарайды, бұны пока тренерге айтпашы. Білесің ғой не істейтінін? Мадияр, спорттан шығам ғой деймін. Не? Жұмыс істеп үлгеріп жатқан жоқпын. Тұра тұршы. Жақсылап ойлан, асық шешім қабылдама. Қайсыңа мұны істеген? Үйді өртеп ала жаздағандарым түсінесіңдер ме? Көршінің үйі өртенсе не болар еді? Кімнің үйі мынау? Менің үйім. Атаның қайда? Олжас! Кішкентай балаларға фейерверк атуға болмайтын білмеп пе едіңіз? Не болды? Не істедіңдер? Уайымдамаңыз. Бәрі аман есен. Ағаш өртеп жіберген екен, қораларыңыз да жана бастапты. Көршіңізге рахмет айтыңыз. Дер кезінде шақырыпты. Балаларға қарап жүрмейсіздер ме? Бәке, жинай бер. Жинап жатсың? Сен жеттеп едің енді. Надира, сен звондайды деп күтіп едім. Қалай Омар? Мен сені сағындым. Мүмкін басынан бастарымыз бәрі. Надира, қойшы болды. Таңдауыңды өзің жасадың ғой. Болған іс болды, бітті бәрі. Бірақ сен мені жақсы көресің ғой, солай ғой. Мен білемін, жақсы көресің. Болған іс болды. Бәрін ұмытып, басынан бастасақ қалай болады? Кездесейікші, Омар. Алматыда жүрім, қалай кездеспекшісің? Мен демалыс алып саған келем. Бұл қалай болғаны? Оны жандырарда не ойладыңдар? Біз бұлай болады деп ойлаған жоқпыз. Құдай сақтап, ағашқа түсіпті. Егер сендерге бірдеңе болғанда не болады? Бірақ болған жоқ қой. Болған жоқ қой. Үй өртеніп кетсе ше. Кешіріңізші мені. Кешіріңізші дейді ғой. Сен менің әбден басымды қатырып біттің. Анағаңнан үлгі алмайсың ба? Мен енді олай жасамаймын. Ағам сияқты сізді тыңдайтын боламын. Анда өрт жайында әкең мен Омар естімейтіндей болсын. Олардың онсыз да басы қатып жүр. Егер олар еститін болса, сені оңдыртпайды. Іш ана тамағыңды. Жарайды. Жарайды. Қош. Ойлану керек. Мен ұйықтайын болды, давай. Кім сөйлесің? Бұрынғы қызым ғой. Мен анау Талдықорғаннан кеткен кезде арылысып кеткенбіз. Қазір татуласайық дейді ол. Қан, сурет бар ма? Көрсетші. Сосын көрсетем қойшы. Қан, көрейші, хотя бы ағасын көрейші. Блокқа түсіресің қазір, әке. Әке. Қалай? Мынау дерзкий қыз ғой. Жылтыраған құры беті ғана бар. Қайтесің оны? Сен орында оны нағыздан айырылмайтын ем. Менің орнымда болсын, көреміз. Басты қатырды ғой бұл да қазір. Барыңды бағала, досым. Қане аузыңызды ашыңыз. Тамағыңыз ауырмай ма? Жоқ, ауырмайды. Деміңіз қалай? Жақсы.
Қане, пульсіңізді тексерейік. Пульсіңіз қалыпты емес қой. Бірдеңені уайымдап жүрсіз бе? Сізбен сөйлесуге бола ма? Тыңдап тұрмын. Операция сәтсіз өтсе, мен оянбайтындай етіңізші. Бәуке, сіз не айтып тұрсыз? Біз сізді аяққа қоямыз ба деп жүрсек? Өлім туралы айтқаныңыз не? Бұдан бұлай бұндай сөз сізден естімейтін болайын. Отбасыма неше жылдан бері масыл болып жүрмін. Бұдан ары шыдай алар емеспін. Мен сіздің келіншегіңізді білем. Екі балаңыздың бар екенін білем. Сіз оларға керексіз. Сіз оларға масыл емессіз. Түсінесіз бе? Хат келгелі бері өзіммен не болып жүргенін түсіне алар емес. Мазасыздап кеттім. Жарайды. Онда мен сізге успокоительный жазып берейін. Ағай. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Сен неге ішке кірмей жүрсің? Жігіттер айтқан, сіз ашулы деп маған. Омар, саған не болып жүр өзі, а? Әкемді операцияға жатқызған ғой. Больницада болдым. Маған неге ертерек айтпадың? Сізді мазалағым келген жоқ. Жүрші кабинетіне сөйлесейік. Қысып ұстаңыз. Аха. Жалпы, жағдайыңыз қалай? Күшті. Мен сізге тіпті үйреніп қалдым. Анда-санда келіп қан алып тұрмасаңыз, көңіл күйім түсіп, ренжіп қалуы мүмкін. Бұл әлі соңғы қан алу емес. Тағы біраз маған шыдай тұруға тура келеді. Өзім де сезіп жатырмын. Қаныңыздың түсі жаман емес. Гемоглобиніңіз жақсы деген сөз. Қалған анализдер кешкісін дайын болады, оны дәрігерден білесіз. Мен өзімді ұшқыш сезініп отырмын. Бауыржан, тұр, бұл не жатыс? Саған ұшу керек деп қоямын. Ол жақсы. Қайырлы таң. Жүресіз? Амансыз ба? Қалыңыз қалай? Керемет. Осы күйден таймаңыз. Жақсы. Содан? Айта бер. Сөйлесейші енді. Қарыз қалдым ақшаны ағай. Әкемнің операциясына. Мен соны қайтару үшін жұмыс істеп жүрмін. Омар, сен неге маған осыны ертерек айтпадың? Жоқ әлде мен түсіне алмайды деп ойладың ба? Шаруаларыңыз басыңыздан асып жатыр ғой. Мазалағым келген жоқ. Өз проблемамды өзім шешіп үйренгем. Омар, сен деген мықты спортшысың. Егер сен осы жарыстан ұтып алатын болсаң, сенде болашағың ашылады, жолың болады, атақ та болады, ақша да болады. Сен түсінесің болсын? Түсінем ғой ағай. Ал мен сені түсіне алмаймын. Ал сен жеңіске жету үшін мына істеп жүрген басқа жұмыстардың бәрін тастауың керек. Саған ұйқы керек, тамақ керек, режим, тәртіп керек. Мен жұмыс тастай алмаймын. Маған ақшаны сеніп берді ғой. Қайтаруым керек соның бәрі. Сен сонда не қарызымды қайтарам деп өмір бойы қара жұмыс істемекшісің бе? Ол болмайды. Жұмысқа бармайсың, осы жерде боласың. Бар жүгір залға. Жаттығу жалғастыр. Жақсылап демалыңыз. Сау болыңыз. Кеше қонақтардың көзінше айға шу шығарғандарым дұрыс болмады. Оны талғат білсе білесің ғой не болады? Барып енді айтсаңшы, мүмкін жеңілденіп қаларсың. Сен мені кім деп тұрсың? Біз екеуміз жақын құрбы емеспіз бе? Құрбы? Лаунж барда жасағаныңды ұмытып қалдың ба? Сен сонда маған Нұржан үшін ренжіп тұрсың ба? Керек еді маған сенің Нұржан. Мен қайтадан Омармен болам деп шештім.
Омармен? Иә. Ал сен оған қалай оралмақшысың? Ол сен тіпті күтіп те жүрмеген шығар. Күтеді. Себебі жақсы көреді. Жақсы. Керемет. Маған меню бермейсің ба? Сәлем. Сен менюдан басқа ештеңе алаңдатпайтын сияқты ғой. Жоқ. Алаңдатады? Неге? Сенің көңіл күйің неге жоқ? Омар, шыныңды айтшы. Осы уақытқа дейін қайда болдың? Соған ренжіп жүрсің ба? Мен ренжіп тұрған жоқпын. Біз негізінде мұнда келген спортшылардың дұрыс тамақтанғанын қадағалауымыз керек. Сол үшін ғана. Бірақ шынында да қайда болдың? Жарайды, кіргің келсе, айтайын. Бірақ үйіңе дейін шығарып салуға рұқсат берсең. Айтатын болсаң, жарайды, шығарып сал. Оп. Ал, көрейік. Көрсек көрейік. Температураңыз жақсы. Демала беріңіз. Мына телефонымды әпем жүрші. Әйеліммен хабарласайын. Рахмет. Әмина, қалайсыңдар? Мен қасыңда болғанымда жақсы болар еді. Уайымдама. Сен болмасаң да мен қасымда жүгіріп жүрген адамдар көп. Тілеуіңді тілеп отырым. Рахмет. Бала қалай? Бәрі жақсы. Я сабағын дайындап жатыр. Бізде бәрі жақсы, уайымдама. Өзің қалайсың? Дәрігерлер не деп жатыр? Бәрі дұрыс. Санаторийда жатқандай жатырмын ғой. Жақсы. Мені уайымдай бермеңдер. Иә. Баланың бетіне сүйіп қой. Жақсы. Аха. Сөйтіп, Алматыға еш үмітсіз келгем ғой. Кейін Хамзағайдың командасына кірдім, сосын бәрі өзгерді. Сен ол кісіні қатты сыйлайтын сияқтысың ғой. Иә. Ол жақсы кісі, мықты тренер. Адамгершілігі де көп. Мен естуімше, ол кісі өте қатал. Оның үстіне бірден күн болмай қалса, командадан бірден шығарып тастайды. Сен біздің ағайды танисың ба не? Жоқ, танымаймын. Жұмыстағылар өмір солай айтады. Ел не демейді. Жұрттың айтқанына сене беруге болмайды ғой. Иә, дұрыс айтасың сен. Олжас, келе ғой балам. Мам, осы сізге. Мұны қайдан алдың? Интернеттен жұмыс тауып алдым. Енді күнде сауда үйінің алдында парақша таратып отырам. Ақшасы көп емес, бірақ көп алуға тырысам. Жұмыс емес, сабақ оқу керек, балам. Бұл ақша ағаш алуға жете ме? Күттім ол. Онда екеуміз бірге барайық? Иә. Сен алып кетуге келдің. Қара
ағай сені. Мені? Иә. Кет. Подруга называется, да? Міне келдік. Мына тұрған менің үйім. Бұл жерде тұрасың ба? Иә. Есігінің алдына дейін шығарып салайын. Жоқ, керек емес. Көршілер көріп қойса ұят болады. Өзім барам. Терезен қай жерінде? Оны не істейсің? Жай, түнде келіп серенада айтам ба деген ғой. Мазақ қылып тұрсың ба? Біліп қой, ондай нәрселер маған ұнамайды. Ойланып көр енді. Әнді жақсы айтам шынымен. Көрініп тұр негізі. Ажар, Ау? сен маған ұнайсың. Омар, не істеп жатырсың? Жай, қоштасайын деген ғой. Менімен бұлай қоштасудың қажеті жоқ. Бірақ сен шынымен де ұнайсың маған. Сен Надираны қызғандыру үшін осылай жасадың ба? Надира? Бұл кім? Анау ма? Ол қызды мен баяғыдан ұмытқам. Сен адамдарды тез ұмытады екенсің. Сен подружкаң басы істемейді кішкене. Мен де жігітті балғамаған қызды мен жақтырмаймын. Ал сен оның қасында әлде қайда ақылдырақ екенсің. Енді көзім жетті. Рахмет. Одан да бүгін кешті жақсылап өткізейік. Қалай қарайсың? Болады. Жақсы онда. Кездескенше. Пока. Я Надя. Омарчик, жаным, привет. Қалың қалай? Жақсы бар. Не болды? Қолым бос емес па не? Айта берсейші. Күнің қалай өтті? Мен туралы ойлаған жоқсың ба? Күні бойы жаттығуда болдым. Ешкімді ойлайтын уақытым болған жоқ. Қолың бос болмаған, тіпті жақсы екен. Қыздарға қарайтын уақытың да болмайды. Алматыда сұлу қыздар көп шығар, я? О жағын білмедім. Қалай білмейсің? Жарай жан. Тек мен ойла, дұрыс. Сенде мен бармын ғой, дұрыс па? Негізі Сәбитов Омарды өлтірем деген. Кәдімгідей қатты ашуланған. Бірақ Омар тренировкаға келгенде оған түк демеді. Негізіне біздің тренер ондайға жұмыс істейтін адам еді ғой? Ағай, бізге келгенде ғана сондай. Ал Омарға шаң жөтпейді. Байқайсыңдар ма? Сонда бізден несі артық? Жігіттер, шыны керек. Омар бізден қарағанда 2 есе артық жаттығады ғой? Хош. Оның тренировкаға келіп жүргені кеше ғана емес па? Соңына шын шыдайды деп ойлайсың ба? Білмеймін. Ол просто өзін тренердің алдында көрсеткісі келеді да. Ал бұлай бізде жаттығамыз. Бірақ бізге тыңғылықты жаттығу жасамасақ, ағай Омарға үміт артып отыр. Ал біз оның көлеңкесінде қалып бара жатқан сияқтымыз. Түсінесіңдер ме? Болды онда. 2 есе жаттығамыз. Кімнің кім екенін көрсін. Дұрыс.
Бергеш. Қалыңыз қалай Қанат аға? Қайда жоғалып? Ақшаны алып жұмысқа шықпаған не? Че? Лақтырайын дедім баны. Лақтырайын деген жоқ, солай болып қалды. Түсінікті. Сен олай жасайды деп ойламаппын. Әкең жайлы да ойдан шығара салдың ғой, Өтірік айтқан жоқпын. Жақын арада жарыс болады. Чемпион болам. Ақшаны тауып берем. Сенбеймін саған. Короче, бір апта уақыт берем. Кешіктірсең, әр күн 10%-дан қосып отыр. Ұқтың ба? Ақшаны қайтарам дедім ғой. Жұмыс жасап посын тауып берем. Базарға да жолаушы болма. Ақшаны қайдан табасың? Шаруам жоқ. Бос.